Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгінгі музыкалық онлайн сабағымызды көктем әуендері тақырыбымен бастаймыз. Жылдың осы бір тамаша мезгіліне арнап ақындар өлеңдерін жазса, суретшілер тамаша картиналар салып, ал композиторлар өздерінің музыкалық шығармаларын арнаған. Бәйшешегі бір жарған, наурыз келді нұрланған, кем құрбыдай жарасып, күн мен айы жырланған, шыбық шаншып әрбір жан, көкпен бірге қуанған, еккен талым болсын деп, болашақта ну орман деп ақын жырласа, өздерін көріп отырған мына бір тамаша картинада жыл мезгілінің көктемгі алғашқы күндері тамаша бір көрініс тапқан. Картинаның бергі жағында қар түгел еріп кетпесе де, тоңы жібіген жерден қылтиып өсіп келе жатқан әдемі бәйшешектерді байқауға болады. Еріген қардан пайда болған, сайсаланы қуалап аққан жылғаларда табиғаттың ерке құстарының бірі жабайы үйректердің жүзіп жүргенін көруге болады. Әрегіректе биік өскен талдың басында құстар қонақтап ұшып қонып жүр. Бұл құстар жай ғана ұшып қонып жүрген жоқ, сол ағаштың басына ұя салмақ әрекеттерін жасап жатқан сияқты. Ал көгілдір аспанда ақшаңқан бұлттармен араласып, жыл жақтан ұшып келе жатқан аққуларды байқауға болады. Иә, далада әлде аппақ қар жатқанмен, осы ұшып келе жатқан құстардың, мынау ағаштың басындағы ұшып қонып жүрген құстардың әдемі дауыстары мен судың сылдырап аққан дыбысы үндесіп, көктемнің бір тамаша әуендерін құрағандай. Осы көктем тақырыбына орыс композиторы Петр Ильич Чайковский де тамаша шығармалар жазған. Солардың бірі «Сәуір бәйшешек» деп аталады. Міне осы Чайковскийдің осы шығармасын тыңдаймыз. Көктем. Көктем келді, құс келді, ойнаймыз біз саз илеп, біздің көлге түстенді былтыр кеткен қазүйрек. Алақаяу балалар, қандай жақсы көктемгай, гүл жамылды далалар, келді ауылға көп торғай. Күн сайын Қуатбаевтың әні «Көктем». Gül